Қаралымдар миллионның үстінде. YouTube'да ақша бар, Закиден қорыққан жоқ. Жанама түрінен алып кетті. Нақты тура былай болды деген оқиға жоқ ішінде. Өзім өмірде көп балағаттайтын адаммын да. Сәке сериалы YouTube'ға арналып жазылған. Ал сіз үшін ақшаның есі бар ма? Бәке, ақша деген жақсы ғой. Бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу. Бүгін біз шынайы өмір, шығармашылық және YouTube жайында әңгіме көтеретін боламыз. Қонақта Бас Продакшн компаниясының бас продюсері Ақылбек Досжанов. Ақылбек мырза, YouTube'қа келмес бұрын немен айналыстыңыз? Телевизормен айналыстым десем ба? Телевидениеда сериалдар түсірдік, шоу бағдарламалар түсірдік. Енді YouTube'қа кеше келген жоқпыз. YouTube'қа біз енді бірінші каналдарымыз 2013-14 жылдары біз тіркелуді бастағанбыз. Сонымен қазір енді жақсылап тұрып YouTube'қа күшімізді салып жатырмыз деуге болады. Бәрін көріп жүрміз. YouTube'та соңғы кездері өте көп сериалдар жарық көрді және бұл сериалдарды жақсы қарап жатыр. Қаралымдар миллионның үстінде. Нарықтағы жағдай қандай? Осыны бір айтып берсеңіз. Қазір көбісі YouTube'тан мынандай бір күшті әңгіме бар, ақша табамыз деген. YouTube'да ақша бар ма? YouTube'да ақша бар негізінде. Монетизацияда. Бірақ енді біз Америка немесе Ресейдің несіне монетизациясына бізде төмендеу. Өзіңіз білесіз, біріншіден ол YouTube ол қаралымға байланысты. Ресейде бір бағдарламалардың қаралымы жоқ дегенде 6, 7, 8 миллион болып кетеді. Енді жақсы бағдарламалар. Бізде енді о жақсы деген ол 2 миллион. Ол 2 миллион деген өте жақсы көр. Егер былай неге қарасаңыз, анализ жасаңыз, біздің халыққа 600 мың, 500 мың қаралымы жасалынған жоба ол жақсы болып саналады. Енді қараңыз, енді 500 мың мен 6 миллион жиналған ақшаның монетизациясы. Сосын монетизация деген нәрсесі көбісі ол қаралымда ғана емес, оның авторлық нелері бар. Мысалы, ән қоссаңыз, ол авторлық, мысалы, әншіге кетеді, жаңағы не жасасаңыз, кейбір суреттер салсаңыз, оның бәрі өзі YouTube шешіліп отырды, оны жан-жаққа. Сондықтан монетизацияда сіздің ақшаңыз азаюы мүмкін. Бір монетизациядан қазірдің кезінде ақша таптым деу қиын. Сондықтан қазір Қазақстан келе жатыр. Осы 2-3 жылдың бойында Ресей сияқты, Ресей қазір онлайн жарнамаға кетті ғой. Барлығы көбінесе Вдудьті көріп атсыз, ЧБД-ны көріп атсыз, көптеген бағдарламалары кәдімгі жарнама жақсы. Анау емес, жақсы брендтер келіп жатыр. Менің ойымша бір 2 жылда сәл сабырлық жасасақ, сәл жұмыс істесек дұрыстап, YouTube'қа біздің жақсы жарнамаларымыз кіру керек. Өйткені қаралымдар жақсы сериалдар түсіріліп жатыр. Енді ол аудиторияға да байланысты. Біздің елде орыс тілді аудитория және қазақ тілді аудитория екіге бөлінеді. Оған да байланысты. Сіз білесіз, орысша аудиторияда қаралым аз болса да жаңағы демеушілері бар сериалдарды көріп қаласыз. Қазақшалар қатты сене бермейді. Неге жарнама берушілер бармайды қазақша контентке? Аз. Жоқ емес, аз. Енді бірдеңеден сескене ма? Енді біздің аудиторияда ақшалы аудитория аз деп ойлау мүмкін. Жаңа жастар біздің төлеуі ақша несі сатып алу қабілеті ма? Сатып алу қабілеті төмендеуі мүмкін. Өйткені енді ол көбінесе шетелдік компаниялардың анализдері бойынша жаңағы. Енді біз қазір ойымыз, бір мақсатымыз, бір бағыт қойып қойдық. Жақсы қазақша бағдарламаға, жақсы бренд демеуші тапсақ, әрі қарай жүріп кете ма деп ойлаймыз. Әркіммен кездесіп жатыр, жолығып жатыр, қызығушылар көп. Енді ойлаңыз, бір сіздің неде YouTube'да жарнамаңызды біз қалай келсеміз, бізге енді қазір ақша жүйесі келу керек қой. Сонда біз көптеген жаңағы жеңілдікке барып жатырық та, демеушілердің алдында. Былай істеп береміз, біз сізге бонуспен екінші каналымыздан сіздің жарнамаңызды жасап беруге дайынбыз деген. Сату өнерін қосып жатсыздар ғой. Нарық дұрыс. Енді қараңыздар, осындай таптаурындарды жойып жатқан жобалардың бірі ол халықтың тарапынан қызығушылыққа ие болған Сәке сериалы. Если ты в разработке, значит тебя слушают. За мной контора стоит. Поэтому все свои движения забудь. Александр Саматович, мамаша опять сидит. Сіздің соңғы кездегі жобаларыңыздың бірі
Және мені қызықтырып тұрған коммерциализация мәселесі. YouTube'да коммерциализация қалай жүреді? Бір сериалды түсіру қандай шығынды құрайды? Ақшасын қалай қайтарады? Нақты сәке сериал туралы айтасыз ба? Енді сәкеге келетін болсақ, біріншіден біз карантин кезінде жасалынған дүние. Сәке сериалын біз ақшасына, жаңағы экономикасына тарихына келуге ол өте оңай жол. Біз оны сатып жібердік. Сатқанда қалай енді Сәлем продакшнге ұсынып, сонымен солардың ақшаларына өндіріс жасадық. Керемет жаңа қарым-қатынастық, бір-бірімізді түсінушілік болды. Олар да біздің жаңағы немізге берген нәтижемізге өте риза. Сондай жақсы сериал өздеріне алғандарына ризашылығын білдіріп, қазір 2-ші маусымға тапсырыс беріп жатыр. Біз саттық. Ары қарай монетизациясы қалай болып жатыр, оның барлығы Сәлемде. Енді мынандай 0 деген каналдан осындай миллиондық қаралым көрсетіліп, және қазір 300 мыңға таяу қалды деймін, көрген жоқ, жаңағыдай кәдімгі өзінің ауқымдық жазылушысы бар да. Сондай өзінің 0-ден 1-2 айдың ішінде осындай күшті нәтиже көрсетті. Сондықтан оның да монетизациясы жүріп жатыр. Енді біз Сәлемнің саясатына араласа алмаймын. Ақшаны қалай тауып жатыр, менің саясатым бойынша мен оларға саттым, ақшамды алдым. Жақсы дәлше жұмыс істейміз дедік. Ал 10 сериал түсіру үшін қандай шығын көтеруге дайын болу керек? Жоқ дегенде 50-40 миллион. Оның да өзінің жауабы бар. Қазіргі кезде YouTube'да, бұрынғыда емес, қазір YouTube'да ең масты қазір қарап отырсаңыз, соңғы шығып жатқан сериалдардың, жақсы трендте тұрып жатқан сериалдардың качествосы жағынан, съемкінің жүргізуі, сценарий жағынан өте жақсы нәрселер болып жатыр. Өйткені карантин, айтып отырмын, жаңа карантин болғаннан кейін көптеген кино индустриясында жүріп жатқан жігіттер YouTube'ға жақсы сериалдар түсіріп жатыр. Өйткені қазір онлайн кинотеатр, ол да табыстың бір түрі. Оларда кейбір продакшндар сату арқылы жұмыс істеп жатыр. Бірақ киноны түсіріп, және телевидениеда жақсы жұмыс істеп қалған продакшндар нені качествоны көтеріп жіберді. Нәтижесінде қазір жақсы конкуренция болып жатыр. Сондықтан ал егер качествоны түсірем десеңіз, оған ақша керек, оған басқа техника керек. Ал бір 3-4 жыл бұрын қарайсың, картинкасы нашар болса да, әйтеуір ішіндегі қазақша деп көріп отыра бердім. Қазір жоқ, жұрт жазады комментарий. Неге түсіргенсіңдер, ана жерде пересвет болып кетіпті ғой деп ше. Ол енді уже кәдімгідей режиссер, бұрын мен білетін, күліп қарап отыратын, бір YouTube-қа түсіріп жатырық дегенде, режиссер жоқ, ешнәрсе жоқ. YouTube қой дей салатын. Жоқ, қазір YouTube уже халық үйренді. Көрермен айтады. Сондықтан жоқ дегенде бір 50 миллионның несі кетеді енді. Ол енді әркімге әрқалай тағы да айтып кететін. Мысалы, біз сияқты продакшнның техникасы, несі, жүйесі қойылып қойған продакшндерге шамалы арзандауда түсуі. Сәке сериалы көпшіліктен көңілінен шықты, жаңа айтып өттім оны. Аяқталды 1-ші маусымы, сөзіңізге қарағанда 2-ші маусымы болады. Көрсеткіштеріңізге көңіліңіз толды ма, және басында қандай нәтиже күттіңіз? Мен шынымды айтайын, Сәкеден қорыққан жоқ. Идеяны алып келген бастап, бұл біздің жаңағы біз тем более YouTube-ке көрсететін болғаннан кейін қаралым жақсы болатыны өте 100% сенімді болды, 150%. Мынау и оның автор идеясы да басты рөлдегі Рүстем Омаров. Ешқандай былай, қой Рүстем былай, мына жер мынандай деген менде не болмады. Мен сендім, Рүстем өзіне жақсы біріншіден жаза алады, екіншіден оның да өз актерлық шеберлігі мықты жігіт. Бір құйылып қойған өзі болып тұрды да сонымен. Сондықтан сенім болды. Нәтижесіне ризамыз. Қаншама халық көріп жатыр, YouTube-ты бізге тапсырыс берген Сәлемнің де өзінің бізге алғысылмаушылық. Сондықтан ризамыз. Идея авторы, бас кейіпкерді орындаушы Рүстем Омаров. Иә. Идеясы қалай келді оның енді басына? Және өз идеясы болған соң басты рөлге қойылды ма? Жоқ, өз идеясы болғасын басты рөлде қойылған жоқ. Ол негізінде бізде өзіміздің бір заңдылығымыз бар, оны ашып айтпай ақ қояйын. Рүстем біріншіден алып келгеннен бастап ешқандай не болған жоқ.
шешіліп келгендей болды да. Көріп Рүстемді сол құйып қойғандай. Ана киіміне несіне ешқайсысына араласқан жоқ. Рүстем сен осыны аға мынандай болады. Біз бүйтіп жатыр. Мен болды. Сендім. Жан-жағындағы кейбір акимат ойларын да айтып, мынандай кейбір адамдардың кейіпкерлердің естеріне түсіріп, мына бүйтіп еді менде акиматтан мынандай оқиға болды деп шамалы үлесімізді қостық. Ол идеясын қайдан алды? Осыны білесіз ба? Өмірден алды, былай қарасаң. Тағыз өмірден. Енді Рүстем біріншіден өте жаңағы опытный автор. Біріншіден Патрульді сериал, Вузири сериалдардың, Бәсеке сериалдарының авторлары. Ресейліктерге жазған ба? Ресейге бір жаңағы сериалдардың, бұрын сериалдардың несі қосымша авторлар болып, кәдімгідей курстан өтіп оқыған автор. Сондықтан ол өмірден алды деп отқаным, осындай түсірсе қалай болады деген неден шықты деп ойлаймын. Бірақ мен сұрадым қазір, нақты өтірік айтып қоям ба деп, несін есіме түсіре алмай жатырмын. Мына жерде мынандай болған кезде, осыны түсірейікші, осындай деп ол түртіп алды, содан кейін дамытып бізге әкелді. Марат бар әрине. Марат екеуі полностью концепциясын жазып, енді кешірім өтінемін, бізде Библия дейді. Библиясын жазып болғаннан кейін ары қарай уже несін серияның эпизодниктері жазылып бастады. Әрбір кейіпкерді таңдау мәселесі, несі балдардың үлесі болды әрине, бірақ Рүстем мынау болса екен деген нақтылап отырып, өзі 99% жұмысын бітіріп әкелді. Енді мақтана кетерім, өзім мақтанып жүремін. Марат, Рүстем, Еркебұлан сияқты жігіттермен жұмыс істеу авторлар жағынан өте жеңіл. Өткені жасағанда, мынандай деп сұрау қажет жоқ та. Аға, негізі мынандай мен көріп тұрғам, мына режиссерге берсек, негізі осы менің ойымды жеткізе алатын сияқты дегендей оймен келіп тұрады. Команда болып ой тастап, жаңағы өмірден алып, акиматқа барған кездердегі мысалдарды еске алып, соны да қосқан боларсыздар. Ондай жағдай болды, бірақ бір барлығы бұл сериалдарда ойланып табылған оқиғалар. Бізде мынандай не болған дегенде, бірақ келтіріп, былай жанама түрінен алып кеттік. Нақты тура былай болды деген оқиға жоқ ішінде. Жиналған образ болып тұр ғой әр жерде. Жиналған, жан-жақтан алынған. Бірақ десе де көрермендер танып жатқан шығар, өздері танығысы келгендер. Қарап отырып, өмір болған соң. Акиматқа кірмеген азаматымыз жоқ шығар. Нервін бастыңыз, кәдімгідей сериалыңызда. Қандай да бір мемлекеттік қызметші, қандай да бір шенеунік консультант болды ма? Жоқ, болған жоқ. Болған жоқ, өткен қажеті жоқ деп ойлаймын. Сериалдағы тендер жөнінен махинациялар қалай жазылды? Кәсіпкерлермен кеңестіңіздер ме? Ауыздары күйген. Енді әрбір адам қазір тендерге қатыса алатын құқығы бар. Бәріміз қатысқанбыз тендерге, бәріміз көргенбіз. Бірақ қайталап айтам, мынандай бәрі ол ойластырылған, ойдан шыққан дүние. Мынандай нақты, мынандай осындай тендер қатысқанда мынандай болды деген әңгіме жоқ. Ол бәрін ойластырып, өзінің ойымен, сосын әзілдеп әкелгенде астары қалай болады екен деп ойластырылған дүние. Оны әзілдеп отыру оңай әрине, әр нәрсеге күле беріп, бірақ оның астарын беру керек қой. Біз оны сериал түсіргеннен кейін, сериал көрсеткеннен кейін біз біреуге, оның біздің жауапкершілігіміз бар одан. Әрбір контенттің өзінің жауапкершілігі бар. Сондықтан біз әшейін оны жазбаймыз. Әзіл ғой. Тем более ол әзіл. Мелодрама болса, бір факты ала салуға болатын еді. Бұл әзіл. Бұны не үшін айттың бұл әзіл деп бізден сұрауы мүмкін. Сол кезде біз жауап бере аламыз. Өйткені біз астынан мынаны көрсетсек екен, мынандай болмаса екен деген болжамды жасадық. Осы жерде егер Сәке сериалын әлі көрмеген болсаңыздар, дыбысты сөндіре тұруды сұраймын, өйткені спойлер болуы мүмкін келесі сұрағымызда. Алғашында теріс көзқараста болған әкім кейінірек келбеті өзгеріп, сериал соңында тіпті нағыз қамқор, ел болашағы үшін алаңдайтын шенеунікке айналады. Мұндай өзгеріс шын өмірде болуы мүмкін бе, әлде авторлардың қиялы деп қабылдау керек пе? Әрбір адамның өзінің құқы, әрбір адам өзіне. Мысалы, айтып отырмын ғой, біз не үшін сериалдар түсіреміз, біз не үшін кино түсіреміз?
адам бір өзінің тауып өзінің өмірде өзгеріс жасасын деп. Біз соған үлесімізді қоссақ деп. Мен сенемін оған. Өзгеруі мүмкін. Мынадай түсінік бар қоғамда. Жүйе дегеніміз ол бір айдаһар сияқты. Сен жүйені қанша өзгертем деп келгеніңмен жүйенің ішінде жүріп айдаһарға айналасың деген әңгіме бар. Ал енді сіздің кейіпкеріңіз өзгере алды. Өмірде енді айтады ғой, өмірде барлық жаңа не дейтін еді, сиқырға сенемін мен. Сондықтан болады ол. Мен енді қараңызшы, осы елде тұрып атып барлық мемлекет қызметкері олай деп айтуға болмайды ғой. Мысалы, әрбір мемлекеттік қызметтердің өзінің міндеті бар, өзінің жаңағы несі бар, қойылып қойған жоспары бар. Менің ойымша бір ой тастайтындай нәтиже болса да ол бізге плюс. Әкімнің орынбасары Азаматтың прототипі ретінде Рүстем Омаров Тасмағамбетовті айтады. Ол қаншалықты рас? Және орынбасар образы әкімнің теріс тұстарын айшықтау үшін әдейі жасалды ма? Жоқ, ондай нәрсе емес. Негізінде Азамат кейіпкерін сол біреу түрткі болу керек қой. Біз Азаматты сондай линияға қойдық, әкімге түрткі болсын деп. Ол өзінің жұмысын істеді. Линияны мен ойымша оправдация етілді. Тасмағамбетов туралы енді бір жерде анандай дәлмен-дәл алынған сөз бар. Вот только мы начинаем разговор, слушайте, в последнее время вы каждый раз ставите проблему по деньгам. В последнее время, когда у нас начинается разговор, у вас всегда проблемы по деньгам. Смотрите, друзья, доиграетесь вы у меня. Вы скоро доиграетесь. Как говорил господин Макиевский. Как говорил Макиевский. С деньгами и дурак сделает. С деньгами любой дурак сделает. Енді жұрт шығарды ғой, не дейсің? Ол да ізденіс деп ойлаймын. Оны да таба білу керек. Бірақ Тасмағамбетовтың бір образын былай не қылған ешқандай не жоқ. Азаматтың кейіпкердің негізгі мақсаты сол әкімді орнына келтіру. Ол жақсы әкім жасау. Бұл сериал бойынша авторлардың жазу қабілеттілігінің арқасында ол білінбей бір жақсы бір баспалдақтан баспалдаққа өтіліп кеткен бір линия болды да, актердің несі өмірі. Сондықтан ол өзінікін оправдать етті. Ешкімге былай қарап отырып, әрине енді былай төбеден тас болып түсе салмайды ғой идеялар. Сондықтан ол жерде былай спорный вопростар да бар. Параллель болған жерлер, иә? Бұл меніңше қолданыстағы практикадағы дүние, өйткені қазір есіме Лапенко сериалы, ресейлік Лапенко сериалы келіп тұр. Путин мен Шевченконың диалогын келтірді кейіпкерлері. Можно, да? Да. Просто мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов. Можно, да? Да. Просто мне позавчера был звонок, и мне ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать острых вопросов. Это как вас зовут? Юра Шевчук, да. Да, Юра. Музыкант. Юра, это провокация. А как его зовут? Юра. Юра, журналист. Юра, это провокация. Мой помощник не мог вам позвонить, поэтому... Иә, ол әзіл формасында. Бірақ енді, видите, ол да күшті айтылған дүние да, оны неге қолданбасқа? Жақсы нәрсе келіп тұр, қойды. Ресей жағы неде де кейбір неде бар, даже сериалдарды Путинді алады, телевизорге шығарып қойып, содан ары қарай. Енді ол сценаристің, автордың шеберлігі деп білсек болды. Бірақ оған бола Азамат битті, не қылды деген не емес. Мен Азаматқа бірінші актер ретінде Асан Мажитовтың ойнап шыққаны маған өте ұнады. Сендіре білді да, өткені Асан осы уақытқа дейін бір жағымсыз рөлдерді ойнаған, және бір бандит, бір бұзақыны ойнап жүрген бала, именно осы жерде бір өзінің мықтылығын көрсетті Асан. И халық сенді оған. Көндіреді. Сенді. Кейіпкер көндіреді көрерменді. Осыған дейінгі жасаған жобалар арасында ерекше танымал болған Сәкеге концепциясы ұқсас Патруль сериалын айта аламыз. Енді қараңыз, сондай жобалар жасағанда қоғамдағы жайтты сатираға айналдырғанда жоғары жақтан қоңыраулар түсе ме? Сатира дегенде, міне қараңыздар. Патруль сериал біздің бірінші шығарған кезде біз бір әзілді, бір ситком емес,
скетч-комбо ойластырылған болды. Екі жаңағы патрульде жүрген кейіпкердің өмірі. Бірақ енді ойластыра келіп, біраз жерлерге апардым, біраз каналдарға апардым. Ол кезде YouTube-тың да бір дамымаған кезі. Көбісі, біз енді бірінші пилоткасын көрген жоқсыз ба? Көрсеңіз айтасыңыз, болмайды деп. Бірақ өте қызық, өте күлкілі болды бірінші. Көрсеттік, НТК қабылдады. Бірақ мынандай жерлеріне не алсады. Соң ойлап, сөйлесіп, әңгімелетінде отырып, балдар звондап қалды. Идея келіп тұр деп. Осыны біз сериал қылсақ деп. Мен кездесуде отырмын. Мен уже келісім шартқа келісіп жатырмын да. Сосын сондай идея болып жатыр балалар. Біз қаржы мәселесін шешіп қойғанбыз. Осыны біз сериал ретінде, комедийный сериал, әзіл комедийный сериал ретінде түсіріп жіберсек қалай болады? Егер түсіре алсаңыздар, түсіріңіздер. Сөйтіп түсірілген сериал әрине бірінші кезде біз ешкімнен былай қоңырау соғылды деп айта алмаймын, бірақ көшеде жүріп түсіру, формамен түсіру қиындау болды. Өйткені заң түрде болмайды. Енді біздің кінәміз емес, ол кейбір осындай продакшндардың есінде бір өте дұрыс еместік формамен бір кино түсірілді. Форма деген ол кәдімгі мемлекеттік қызметкердің несі ғой, киімі. Сондықтан оны жаңа МВД-дан кәдімгідей оларға штраф жасап, не қылды. Біз шамалы сескеніп қалдық. Бірақ патруль сериалының бірінші сериясын түсіріп, сезоны бірінші маусымы шыққаннан кейін жай қарапайым патрульдер тоқтап, мен өзім көрдім. Рахмет, жігіттер, берік, сендер бізде анау бар еді, мынау бар еді. Сендер ананы қаяқтан білесіңдер? Ол деген біздің жұмыстағы Олжас қой, біздің жұмыстағы Марат қой деп не қылды да, сөйтіп үлкендің мындай кәдімгідей көшеде жүрген патрульдердің несінен ешқандай проблема. Бірақ енді әңгіме былай ғой, қалай жеткізесің? Кейбір жерде патрульдің сериалды қарап отырсаңыз, екеуін жаман, бір полицияны жаман көрсетіп жатады да, сондай моменттерін қиып жеткізгендер де болды. Сосын кездестік, айттық, бұл сериалдың үзінділері, бірақ басынан аяғынан көрсеңіздер, бұл ситуация. Бұндай ситуация адамда болады деп, деп көргеннен кейін жігіттер деп көбінесе қолдау беріп жатыр. Үшінші маусымнан кейін бізге өте жақсы қолдау, ішкі істер министрлігіміз өзімізді алғысымызды білдіреміз. Қазір 6-шы маусымын түсірейін деп жатырық. Ол кісілер бізге жақсы демеп, енді өздерінің қолдауына. Қал жағынан қолдай алады, мысалы, патрульдік машинаның жүруі, форманы киюдің қағазын, рұқсат қағазын алу да оңай емес. Соған бізге жақсы демеп жатыр. Ол сериалдың кәдімгідей нәтижесі. Бақытжан, өткені сериалды түсіріп әрі қарай дамытуда ол нәтижесі болмаса, бұл жақсы халықтан бір не алмаса, ондай саған жеңілдік бермес еді. Қазір енді патруль сериалдар содан шыққан балдар блогер де болып жатыр, не де болып жатыр, актер де болып жатыр. Барлығының өзінің бір сериалдағы бір ұясы болды да. Сол жердегі Мейіржан болсын, Мейірхан болсын, Медеті бар, Рүстем бар, Еділ бар. Бір Әділжан бір төбе болып кетті да. Ол не? Балдардың еңбегі, шығармашылығы осыны жасау бөлу. Нәтижесінде қазір патрульдің 6-шы маусымы бар, және жақсылау демеулері де бар. Сериалыңызда кейіпкерлер бейпіл сөздерді қолданады. Бұл шынайылыққа жақындату үшін жасалды ма? Әйтпесе бір жаңалық жасағыңыз келді ма? Бейпіл? Бейпіл, балағат сөздерді қолданады. Балағат. Енді қай сериалда? Сәкеде ма? Сәкеде. Сәкеде. Мен былай айтайын. Ондай дүние болды, мен өзім қарсы болғам. Оны сіз егер біздің творчествоны, егер біздің продакшнның жасап жатқан дүниелерін қарасаңыз, сондай бір шамалы YouTube-та бір келіспеушілік болып менің басымнан өтті. Мен сол кезде айтқам, егер орнымен болса, қатты анайы болмаса, не болады? Келіп тұрған. Енді Сәкеде ішкен адам ондай балағаттанады, немесе нерв үстінде. Әрине, кино драматургиясында нервштетудің де қалай объяснять. Мысалы, темекіні шеуге көрсетуге болмайды дейді ғой. Бірақ оны біз, ол нервштетіп отыр деп айтамыз да. Ол жаймен шегіп отыр ғой. Қалай нервштетіп?
ол нервішті етіп қазір уже спокойствиеде отыр. Ол ондай көп нәрсе айтыла беруге, бірақ оны қысқартуға тырысу керек. Сосын негізі мен өте қатты қарсылығым қазақша балағат сөздерге. Енді орысшада шамалы бір литературный сөздердің өздері де сондай, бізде өте жалпақ тіл ғой біздің тіліміз. Ана естіледі да, сондықтан қолданбауға тырыстырамыз. Бірақ қатты бір нәрселер жоқ. Енді YouTube-тың несі, сосын жаңағыдай ішіп отқан жерлерде бір дәретхананың ішінде. Ол ситуацияда болады деп ойлаймын. Ал егер де дабырдан дабырсыз кейбір дүниелер бар еді, келсе де келмесе де балағат сөздерді көп қолданатын, ондайға қарсымын. Қазіргі YouTube-та көп трендке шығып жақсы дүние жасап отқан Ирина Кайратовна. Басқы творчествосын қарасаңыздар, бастапқы творчествосын. Ол жердің аудиториясын жинап, ол сол комедия сияқты сол немен, стильмен жинады. Балағаттық өте көп сөздер айтатын көп. Қазіргі әндерін тыңдасаңыз, ойландыратын дүниелер жасап. Арасында енді балағат сөздер шығып тұрады. Жоқ, ойландыратын дүние жасап жүр деймін да. Жақсы, енді кейбір жерде келсем, кейбір жерде келіспеймін. Енді ол, мен шын айтсам, ол балдарды былай сырттарынан білсем де, КВНнен шыққан балдар, бірақ енді біз жеке отырған емеспін, жас балдар. Бірақ сол кезде аудиторияны жақсы жинады да, бірақ аудиторияға қазір айтқанын өткізіп жатыр. Бізде өткізіп жатыр деген, қабылдап тұрып жатыр деген сөздер КВНде әзілде сөйлейді. Өтіп кетті дейді да. Сондай. Көрдіңіз ба? Алдын ала жасалған стратегия болып тұр. Иә, стратегия. Егер стратегия болса, ол жақсы. Енді қазір оны мен или задним числом стратегия бар. Қазір сөйтіп айта салуға болады. Стратегия ғой ол деп ше. Бірақ біздің жұрт соны жақсы көреді. Жақсы көреді. Байқадым, кейбір қазір сериалдар шығып жатыр. Соны кәдімгідей көреді. Мен кәдімгідей құлағым ауырады. Әсіресе қазақшасынан. Қазақшасынан құлағым ауырады. Өзім өмірде көп балағаттайтын адаммын да. Құтыла алмаймын. Нервім қатты. Бірақ орнымен. Егер орнымен қолданса, көп Ресейдің сериалдарында, көп қазір YouTube арналарында, ЧБД-сы болсын, қазір енді недерінде жаңағы азаматтар, біздің де жерлестеріміз бар, балағаттап жүр, бірақ енді кейбір жерлерінде қатты кетіп қала ма? Мен былай ойлаймын, егер орынсыз балағат, әзілді неғыламағасын өзінің төмендігін көрсетті. Кейбір кезде жетпей қалады ғой. Біз неге? Тіл байлығымыз жетпей қалады, сол кезде балағаттап жүресің ғой. Ол өзіңнің кінәң ғой негізі. Сондықтан мен өте көп кінәлілерім. Балағатты көп айтам. Эмоциялы интеллект бәлкім жетпей тұрған шығар. Кейбіреулер сөйтіп айтады. Иә. Сіз білесіз бе, енді творчествода көбінесе өмірде адам бізге енді жаңағыдай интервью болсын, бір нәрседе ғана шамалы костюм киіп не алып жүрсем жақсы да, бірақ жұмысқа беріліп кеткен кезде темекі бір нәрсе деп қатты қолданып кетеміз. Бірақ өзім ішімдікке жоқпын, ішпеймін, не алмаймын, бірақ балағаттау деген бір мен ортамда бәрі мен балағатымды даже бір балағаттап жатыр деп ойламайды. Бұл өзінің бір метафора, өзінің стилі деп қабылданып кеткен, енді қанша жыл болып кетір. Бірақ енді соның өзін телевиденияға шығарып бір нәрсе қылу деген ойда жоқ. Мен қарсым. Ішкі ортада. Ішкі ортада жақындардың арасында. Жақын болғанда да мен шынымен ол жұмыс болғаннан кейін түнде істеліне таңертеңгі айтасың, сондай өзің ұйқылы ояу болып жүргенде оған простительно деп ойлаймын. Сериалды басқа каналдар алмаған айтылады, бірақ сіздер оны тарату каналы ретінде YouTube және iTube алаңдарын таңдадыңыз. YouTube енді түсінікті, бәрі YouTube-та отырады. Ал енді iTube-ға баруға не себеп болды? Бұл Сәлем Соушылдың талабы болды ма? Басқа каналдар алмаған дейсіз бе? Сәкен. Кім айтты оны алмады деп? Каналдарда жоқ қой. Каналдар алмағанда емес, негізінде Сәке сериалы YouTube-ға арналып жазылған. Шыны керек, каналға ұсынбадық. Бірақ егер ұсынсақ та бір шамалы бір-екі канал бар еді, көрсете алатын деген ойдам. Бірақ ол басқаша шығуы мүмкін еді. iTube мәселесіне келетін болсақ, сіз дұрыс айтасыз, ол Сәлемнің несі? Талабы болды. Талабы. iTube несін дамыту.
өзінің бір площадкасын реттеу. iTube'ка сіз білесіз, оған кіріп приложение жаңа не қылу керек, тіркелу керек. Дүниесі көп. Көңіліңіз толды ма? Мысалы, қаралымдарыңыздың көлемін өлтірген жоқ па? Енді сіз мынандай мәселе бар да, біз келісімшартқа қол қойдық, біз ары қарай өзі бірінші, екінші серия өзінің нәтижесін көрсеткеннен кейін менің көрпем бөлек. Мен жасадым, жігіттер көріп отырсыңдар. iTube'ың бар, RuTube'ың бар, бір нәрсеге не қылатын болсаң, енді сен өзіңнің монетизацияңнан айырылатын, және нәтижесін төмендеуін. Бірақ шүкір, 2 апталық арасында жаңағы үзіліс болғанменен өзінің нәтижесінде бір күнде, 2 күнде миллионнан астам жинады. Бір қызығы осы Сәке, мен қанша сериалдар түсіріп жүрмін, қанша неге салып жүрмін. Басынан аяғына дейін 16 серия барлығы миллионнан асқан не. Кейбір кезде 2-3 серия, 4 серия, 5 серия миллионнан асып тұрады, 6 серияда бір басқа сериалдар шығып кете ма, 600 мыңнан 800 мыңнан тоқтап қалатын сериалдар болды. Енді басын көрсеттік қой, жақсы деп, ол 2-3 жылда жинайды деп өзінің несін. Мынау кәдімгідей 16 серия жинап шықты. Сәлем соушылға қатысты енді бір жақты пікір жоқ. Әртүрлі пікір бар, соның ішінде Александр Аксютицтің өзі қалжыңдап айтады, корпорация зла деп айтады дейді бізді. Осыған қатысты алып қосарыңыз бар ма? Жоқ, ешқандай алып қосым. Сәлем туралы ешқандай нәрсе айтпасам деймін ойлаймын. Өткен менде де өзім басымнан өткен ситуацияларым бар. Мен оны қазіргі таңда өзіміздің қарым-қатынас жасап отқан партнерім есебінде ғана қараймын. Олардың ішкі дүниесінде, сырт несінде жақсы нәрселерді көрсетіп, жақсы нәрселерді шығаруға үлесімізді қосып атсақ, қазір халықта өзінің несін өзгертер деймін. Енді бәрін түсініп отырмын, бірақ мен продакшн есебінде өзімнің партнерім туралы ешнәрсе айтпаймын. Мен жаңағы тапсырыс беруші, мен орындаушым. Бұл жөнінде ойбай Сәлем бүйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр деген дұрыс нәрсе емес деп ойлаймын. Ал сіз үшін ақшаның иісі бар ма? Бәке, ақша деген жақсы ғой. Енді шын айтайын, ақшаға сатылып былай істеп кеткен нем жоқ. Енді шынымен ақшаң болған жақсы ғой деп атқаным, бізде шамалы контенттің мәселесі қиындауда. Ақшаға келген кезде біздің жұмыс істеуіміз үшін жұмыс істелініп атқан дүниеде жұмыс керек болып атқан. Бірақ бір өзімнің арманым осы 1 жылда 1 сериал түсіру. Ол деген бюджеті бар деген. Біздің қазіргі жасап жатқанымыз ол еңбек кәдімгі. Шынай еңбек. Өткені мынандай неде бюджетпен жасау қиындау. Әрбір адам өзінің еңбегін бағалайды. Әсіресе мына бағалау десінде, мысалы, менің идеяны бағалау өзі біледі да, мысалы. Менің идеям 20 миллионға ал деу мүмкін. Идея жақсы ал. Бірақ бізде ондай дүние жоқ та. Мысалы, басқа мемлекеттерде идеяны қатты бағалайды. Сол идея арқылы өмір бойы соған не болуы мүмкін да. Сондықтан менің неғым бір арманым да осы бір асықпай бір бюджеті бар бір сериалды 1 жыл, 2 жыл түсіріп, бір сериал, білесіз бе? Сөйтіп не алса. Бәлкім Қазақстанмен шектелмей сыртқа шығу керек болар. Ой бар. Көбірек бюджет табу. Ой бар. Жоқ, көбірек бюджет қуалау, ақша қуалау деген нәрсе болып жатыр да. Сіз мысалы бюджет қуалау, ақша. Бірақ ақшаға бір тіреліп қалған, жаңа айтып отырмын, бір ойбай мен ақшаға қойып, мынаны сатып жібердім, мен мына каналдан мына каналға бермеймін, өйткені мыналар қымбат сатып жатыр деген ешқашан болған емес. Біз қайта сол аудиториямызды сақтап қойып, осы каналда тұра берсін деп, ақшаны да көбейтпей ақ қойыңдар деп жүрген продакшнның біріміз. Бірақ басқа елде жаңа бір енді қазір авторлық дүние деген нәрсе көп қозғалып жатыр да. Сондықтан бір басқа елде бір авторлық дүниеміз жасасақ деген ой бар негізінде. Мынау сериалдар, қазір телеарналарда жүріп жатқан сериалдар болсын, ютубтағы сериалдар болсын, қоғамның келбетін қаншалықты ашып беріп жатыр? Барлығы бір керемет деп айта алмаймын. Қазір жастарға қарап отырсаңыз, жастар бізден дамып кеткен ғой енді. Біз Кеңес одағының тәрбиесі бар,
кейбір кезде қорқып қаламыз. Былай жастардың сленгімен тормозить етіп қаласың дейді. Аға неге істемей жатсың? Сен тормозить етіп жатсың дейді да. Олар қорықпайды. Сол қорықпайтын кезде бірақ контент ол жауапкершілік та. Сол кезде өздерінің редактурасы, ішкі редактурасы немесе бір сырттан болса да редактировать етілген керек деп ойлаймын. Адам не көргісі келеді? Өзін көргісі келеді. Болды. Неге соншама кейбір сериалдар қатты деңгейге бағдарламалар қатты, мысалы қалаулым неге сондай? Ол өздері көріп отыр. Әркім өзі жұлдыз болғысы келеді. Сол. Соңғы сұрағым, алдағы 5 жылда Қазақстанның болашағы қандай болмақ? Күшті. Мен сенем. Өйткені біздің ел негізі бай мемлекет. Бәрі өзгереді. Ол айтылып жатқан дүние, ол жасалынып жатқан жоқ емес, жасалынып жатыр. Бізде мен біріншіден айтайын, адамның өзіне байланысты. Әрбір жұмысты просто сену керек та. Құдайға да сенеміз ғой, мысалы. Құдайға қалай сенесің? Мысалы, сөйтіп сенуіміз керек. Сенім адамды өзі ары қарай алып келеді. Сосын бір айтатын нәрсе, бізде қазір мысалы көбінесе еріншектік жұмыстар көп дамып кетті. Мысалы блогер болу, анау болу. Оғанда жастарға көп жұмыс істеуіміз керек біз. Көп жастарға. Даже идеологиялық жағынан да мысалы қазақи дүние жасап жатқанда да оны жастар көретіндей. Бізде көбінесе наоборот. Ой, үлкен кісілер көргенде ұрсат деп айтады. Жоқ, біз үлкен кісілер көретін көріп болды, олар ақылын айтып отыр. Тамаша, біз жастарға. Сұхбатыңызға рахмет, істеріңізге, жобаларыңызға, шығармашылығыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Достар, бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Каналға жазылып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып, лайк басып, тілектеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.